Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте тойымды, ешқашан сәннен шықпаған, кез келген уақытта дайындап жей салатын, оңай, қарапайым, қолжетімді заттардан тұратын салаттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қосыңыз. Бұл салат өте тойымды әрі өте сәнді көрінеді. Алдымен заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Бізде сәбіз бен картопты алдын ала қайнатып пісіріп аламыз. Және де жұмыртқамызды да алдын ала пісіріп, суытып қоямыз. Картоп пен сәбізімізді қатты суытқан дұрыс, тоңазытқышта суытып алған дұрыс. Сонда бізде туралғанда өте әдемі болып туралынатын болады. 4 дана орташа немесе кіші бөлік болады. 4 данасын алып, осылай 4 бұрышты етіп турап аламын. Видеода барлығы да анық көрсетілген. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап өтсеңіздер, тура осылай жасасаңыздар, сіздердің салаттарыңыз өте әдемі көрінетін болады. Өзіміздің сүйікті салатымыз, отбасымызбен сүйіп жейміз, кез келген уақытта дайындай саламын. Бұл салат әсіресе жаңа жылда өте көп дайындалады. Және де ешқашан сәннен шыққан емес. Сәбізді осындай етіп бөліктерге бөліп, сосын ұзынша етіп, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Енді картопымызды да дәл осылай дөңгелекше етіп турап аламыз. Сосын ұзын етіп турап, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Әрине 4 бұрышты етіп үлкен немесе кіші турап, ол өз еріктеріңізде. Кейбір адамдар өте ұсағын жақсы көреді, немесе ірісін жақсы көреді. Мен орташа етіп турайтын боламын. Әркім өзінің талғамына сай турайтын болады. Картоптарымызды да осындай етіп 4 бұрышты етіп турап аламыз. Картоптың езілмейтіні жақсы. Менде кішкене езілетін картоп болғандықтан піскенше мен қарап тұрдым. Енді бұл қызыл картошка, сол себепті де тез езіліп қалады. Сіздер езілмейтін қаттылау деп алсаңыздар, сол салатқа жарайды және туралғанда өте әдемі болып туралады. Картоптарымыздың барлығында турап алдым. 4 дана картоп және орташа және кіші сәбіздер болады. Соның 4 данасын алдым. Барлығында алдымен осылай турап аламыз. Картоптарымыз бір-біріне жабысып қалған жағдайда қолымызбенен ашып-ашып жібереміз туралған кезде. Барлығында ыдысымызға саламыз. Енді біз колбасамызды турайтын боламыз. Қазақша айтқанда шұжық деп айтады. Вареная колбаса деп айтып жатамыз. Осыны да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Негізі салатты сәл ірілеу етіп турасаңыздар, сонда сәнді өте әдемі болып көрінеді. Дастархан сәнін ашып, кейбір адамдар өте майдағып турағанын ұнатады. Сол себепті де орташа етіп турап алдым мен. Бірақ тым майда етіп туралмаңыздар, өйткені ботқа болып кетуі мүмкін. Сол себепті де осындай көлемде тураған абзал. Енді жұмыртқамызды 5-6 данасын тураға болады. Мен 5 данасын турайтын боламын. Мұны да жұмыртқамызды алдын ала пісіріп алдым. Суытып, осындай 4 бөлікке бөліп, сосын мұны да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Әрине сарысымен бірге тураңыздар, сонда өте әдемі болады. Бұл салатты мен өзім үнемі жасап тұрамын. Біз отбасымызбен сүйіп жейміз. Сол себепті де бұл салат жасау маған қиынға соқпайды. Өте аз уақытта дайындап қоямын. Және де өте қолжетімді заттардан тұрады. Қарапайым ғана рецепт. Енді біз тұздалған қиярымызды турап аламыз. Тұздалған қиярдан да 7-8 данасын, немесе 6-7 данасын қоссаңыздар болады. Мен 6 данасын қостым. Мұны да сәл ірілек етіп турасаңыздар болады. Өйткені тұздалған қияр салатқа бір ерекше дәм береді.
Сол себепті де сәл көбірек болса өте әдемі болып тұрады, көтеріліп. Сол үшін 7 данасын немесе 8 данасын қоссаңыздар да болады. Әркім өз талғамына сай қосып жатамыз. Мұны да қиярымызды да алып, ұзынша етіп алдымен турап, сосын 4 бұрышты етіп турап аламыз видеодағыдай. Енді консервідегі горохты қосатын боламын. Горохтың суын төгіп жібереміз. Тек горохтың өзін ғана қосамыз. Түбінде кішкене сулары қалып қойды, ол ештеңе етпейді. Өйткені араластырған кезде біздің суымыз сіңіп кетеді. Тамшы су кетіп қалды, одан қорықпасаңыздар болады. Енді кез келген майонез түрі болады. Мен үнемі 3 желания майонезін пайдаланамыз біздер. Мұның 1,5 пачка деп айтайын. Сол 250 граммдай майонез кетті шамамен. Өйткені менде қалып кеткен майонездерді алдымен бірінші қосып алдым дағын. Одан кейін бүтін бір жартысын қостым, бүтінін алып, одан кейін оның жартысын қостым. Шамамен сонда 250 граммдай майонез қостым. Дәміне, татымына қарай тұзымызды себеміз. Шым-шым қоссаңыздар болады, өйткені майонезде тұз болады. Тұзды сеппесеңіздер де болады. Сонда біздің салатымыз нежный деп айтып жатамыз, нәзік болады. Шамалы ғана, шым-шым ғана тұз қосып жібердім. Енді майонезіміз жетпеген жағдайда тағы да қосып жіберсеңіздер болады. Менде 1 пачкасы жетпей қалды, сонымен тағы да аздап қосып жібердім. Шамамен сіздер 230 немесе 250 граммдай майонез қосасыздар. Бұл салатымыз біздің 6 тарелкаға немесе 8 тарелкаға сай келеді. Әркім өзінің жаңағы тарелкесіне, көлеміне байланысты салып жатады. Сол себепті де қонақ келген кезде 6 немесе 8 тарелке шығарса болады. Сәндеп салсаңыздар болады. Осындай пластикалық ыдыстар болады. Немесе сізде арнайы форма болса, темір соған әдемілеп, әсемдеп тарелкеңізге қойсаңыз, сонда салатыңыз өте әдемі көрінеді. Қонақтарыңыз таң қалатын болады. Менде пластикалық ыдыс пайдаландым. Мінекей оны қаттырақ басып жіберу керек. Сонда беті әдемі теп-тегіс болады. Кез келген ас көктермен, көкшөптермен осындай бетін сәндеп ұсынсаңыздар қонақтарыңызға таң қаларлық болады, әрі сүйсініп жейтін болады. Осы шамамен шықты. Менде осы рецепт. Сіздер де жасап көріңіздер, жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса каналға тіркеліп қойыңыз.